Доллар бағамы өсті. Егер хабарда толығырақ білгіңіз келсе, бейне астындағы лайктағы подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Қазақстан қор биржасындағы сауда-саттық қорытындысы бойынша 1 доллардың теңгеге шаққандағы бағамы өсті. Кассе қор нарығындағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы 0,52 теңгеге қымбаттады. 1 ақш долларының орташа бағамы 465,93 теңге, ал Ресей валютасы 6,35 теңге болды. Ұлттық банктің 5 қаңтардағы ресми бағамы 1 долларға 465,39 теңге. Ресей рублінің орташа сараланған құны 6,53 теңге. Курс қызы мәліметінше, қазір Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллардың сату бағамы 466 теңге, сатып алу 470 теңге. Ал Астана қаласы бойынша сату бағамы 465,8 теңгеден болса, сатып алу құны 468,8 теңге. Ресей рублі 6,3-6,35 теңге аралығында саудаланып жатыр. Бізді бақылауда жалғастырыңыз, және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.